Жақсы. Енді жәнегі бағдарламада жасалынған анимациялы сабағымызды біз дыбыстап және жылдамдығын кішкене көбейтуімізге болады. Ол үшін біз алдында осындай қалалық республикалық деңгейде семинар өткен кезде Camtasia Studio деген бағдарламаны түсіндірген болатынмын. Сол Camtasia Studio бағдарламасының көмегімен жасауға болады. Так, демонстрация жасайын. Так, Camtasia Studio бағдарламасының бейнесі рабочий столда міне осындай белгімен тұрады. Яғни бұны көшіріп алу үшін сіздерге тағы да қазір ссылка жіберемін. Сол ссылкамен кіріп көшірсеңіздер болады. Бұл бағдарламада оңай видеоредактор. Осы бағдарламамен де біз бейне сабақтарды жасай аламыз. Ашатын болсақ, негізгі терезесі ашылады. Енді мен өзім түсіндіріп өтейін, мен электроника, электротехника, яғни сабақтарынан беремін. Видеомонтажға ешбір қатысым жоқ, сондықтан бұл да барлығымыздың қолымыздан келетін іс. Кішкене тырыссақ, барлығын үйреніп, өзіміз қолымыздан жасай аламыз. Енді негізгі терезесі осы. Бұл жерге жәнегі біз жасаған Hand Animation'дағы видеомызды қалай әкелеміз. Import Media деген тұр батырма. Осы Import Media'ны басатын болсақ, міне жұмыс үстеліне барамыз. Рабочий столдың үстінде біз және сақтадық. Так, жоқ, рабочийға сақтамадым мен және 45 дегенді компьютерға кетіп қалды. 45 дегенді таңдайық. Так, қай жерге сақтадым? По-моему, рабочий столдың үстінде электр деп сақтадыңыз ғой деймін. Кез келген видеомды аша берейін, мен жәнегі қай жерде сақтағанын таппай қалдым. Кез келген сол жерде сақталған видеоны аша берейін. Мысалы, электр дегенді ашайық, открыть. Осыны мышкамен ұстаймыз да, мына жерде дорожка деп тұр ғой. Сол дорожка деген үстіне апарамыз. Дорожканың үстіне түсті, міне қараңыздар, видео болып түсті. Осының үстіне біз дыбыс жаза аламыз. Яғни дыбыс жазу үшін мына жерде more деген батырманың ішінде voice narration деген батырма тұр. Яғни voice деген өз дауыс дегенді білдіреді ғой. Дауыс жазамыз, осыны басамыз және начать запись дейміз. Мысалы, мен қазір осы видеоны озвучка жасаймын. Басамын. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз электр тоғы. Енді қараңыздар, қазір мен остановить запись деймін. Біздің дауысымыз сақталды. Мысалы, 88 деп сақтап қойайын. Сохранить. Не көрдіңіздер ма? Жазған дауысымыз екінші дорожкаға бөлек болып түсті. Енді қарап тұрсаңыздар, мына қол жазып жатыр ғой. Жылдамдығы өте баяу болып тұр. Мысалы, маған кішкене жылдамдатуға қажет. Ол үшін осы бірінші дорожкадағы видеоның мышкамен оң жағын басатын болсақ, скорость клипа деп тұр. Яғни, видеоның скоростін біз не азайта аламыз, баяу бір киноларда болады ғой эффекттер, баяу видеолар болады, немесе тез-тез комедийный видеоларда тез-тез жылдамдық болады. Сол сияқты бізде өзгерте аламыз. Осы жерден скорость клипа деген басатын болсақ, негізгі стандарт размері 100%. Егер де 100%-дан төмендететін болсақ, 50%-ға біздің видеомыз баяу, ақырын болады. Ал керісінше 300-400 деп көбейтетін болсақ, біздің видеомызға кішкене жылдамдық беріледі. Яғни, қолдың жазуы жылдамырақ болады. Мысалы, мен 300 деп қояйын. Окей, мені көрдіңіздер ма? Видеомыз қысқарды, яғни біздің жазуымыз кішкене тезірек болды. Енді жәнегі дыбыс жазғанды делетпен өшіріп тастаймын да, қайтадан дауыс жазамын. Начать запись. Студенттер, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз электр тоғы. Электр бүгінгі пән мұғалімі Дүйсенбаева Әсем Аманжанқызы. Электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы дегеніміз бұл зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Стоп дедік. Міне дауысымыз жазылды. Сохранить етеміз. Көрдіңіздер ма? Енді тыңдап көріңіздер. Студенттер, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз электр тоғы.
Электр бүгінгі осылай сіз өзіңіздің видеоңызды дыбыстап жазып шығара аласыз. Енді бұны қалай сақтайсыз? Сақтаған кезде produce and share деген тұр, импорт медиады және импорттадық қой біз керек файлымызды. Енді produce and share дегенді басып, мына жерден MP4 форматын таңдаймыз, яғни видеоның форматы бізде MP4, MP4-ті таңдаймыз, далее деп басамыз және атауын жазайық. Мысалы, электр 222 деп сақтайын, готово. Видеомыз қазір сақталып жатыр. Сақталып болды. Енді қараңыздар қалай шыққан. Студенттер, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз электр тоғы. Электр бүгінгі пән мұғалімі Дүйсенбаева Әсем Аманжанқызы. Электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы дегеніміз бұл зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Осындай қысқаша бір анықтаманы түсіріп тастадық сіздермен отырып. Осылай ұзағырақ және өзіңіздің сабағыңызға байланысты мағлұматын көбірек қылдырып, слайдпен араластырып, мысалы, жақсы сабақ шығаруға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Әсем Аманжолқызы. Менде бір ұсыныс бар, бұл сұрақ емес, жалпы бұл ұсыныста ақпарат деген өте көп. Мысалы, мен мынадай сабақтарды қалай жасалу керек екен, өзім үйде отырып жасағым келеді, бірақ қолымнан келмейді, өйткені көп нәрселерді басу керек, жаңа өзіңіз айтқандай. Енді осыны мүмкіндік болса, сізге әлгі скриншот жасап, степ бай степ сияқты қылып жасап бере алмайсыз ба? Олай жасалынған видеоларым бар менің. Camtasia бойынша да, және Hand Animation бойынша да видеоларым бар. Мысалы, қазір сұрақ жауап арасында бірден екіншіге көшіп кетіп жатырмын. Ол видеоларда пошаговый барлығы түсіндірілген. Соны мен метод кабинетке жіберейін. Екі ссылкам, например, сол екі ссылка арқылы сіздер толығымен қайталап жасап көре аласыздар. Асықпай, менің YouTube каналым бар, Asim Educator деген, сол каналда барлығы бар. Соны мен ссылкасын жіберейін. Сіз кешіріңіз, жалпы, сіз одан да бізге сол өзіңіздің портал деген жоқсыз, не дедіңіз? Соның несін беріңізші, біз өзіміз қарайық, өйткені ол біз YouTube каналдың адресін сұрап отқан шығарсыз. YouTube каналдың адресін қазір мен бір ссылка жіберейін, сол жерден сіздерге беремін. Иди сюда, вот тебе надо писать YouTube канал. Иди сюда, Нұрайат. Рахмет сізге. Сейчас YouTube канал береді, маған жазып алу керек, сейчас ана. Так, қазір. Camtasia студияны жіберейін бірінші, одан кейін екінші нені жіберем, жаңа Hand Animation'ды жіберем. Ақпарат көп болып отыр, қазір тұрыңыздар, тауып алайын. Әзірге сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Әсем Аманжанымна, сәлеметсіздер ме? Кешіріңіз, мына сұрақты жылдамдықты тек қана Camtasiaмен ғана ауыстыра аламыз ба? Жылдамдықты енді мен өзім Camtasiaға үйренгендіктен Camtasiaмен жасаймын. Ал егерде сіздер енді басқа программаны білетін болсаңыздар, мысалы Movavi деген бар, Adobe Premiere Pro деген бар, енді ол уже кәсіби деңгейде. Бірақ енді мұғалімдерге осы Camtasia студия ең оңай бағдарлама. Саламатсыздар ма? Сұрағым, осы программа соткада бар ма? Жоқ, соткада жоқ, тек компьютерге арналған бағдарлама. Егерде сіз мынадай бағдарлама көрдіңіз бе? OBS деген. Ол YouTube-тан тікелей эфир жүргізу үшін ғой? Жоқ, OBS-та да осындай нәрселер бар, озвучкасы, анадай-мынадай. Маған да оны біреу жіберген, осы бағдарлама жақсы деп, оны да мен іске асыра алмай отырмын. Жалпы мен бұл жағынан менің қолданатыным осы Camtasia Animation. Осы екі программаны меңгеріп алсаңыздар да жаман емес. Міне соңғы YouTube несін жібердім. Camtasia студия программасы
онша жақсы емес. Осы ма? Я не знаю. YouTube па сол? Міне соңғы жіберген ссылка менде Camtasia Studio бағдарламасын үйрететін видео, және сол жерден мені YouTube каналым тауып, тағы да басқа видеоларды көрсеңіздер болады. Қайда жібердіңіз? Чатқа жібердім, общий чатқа. Жақсы, рахмет, тағы да көріп танысатын боламыз. Аха, танысыңыздар. Енді бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, тағы да қойып алыңыздар. Енді YouTube каналда ақпарат өте көп, соның барлығын қарап танысаңыздар, негізі жақсы түсіндірілген. Так, міне Hand Animation'ды копировать етіп жібердім чатқа. Так, екі ссылка жібердім. Біреуі Camtasia Studio бағдарламасы, екіншісі Hand Animation бағдарламасы бойынша. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі семинарымызды аяқтасақ. Жақсы. Рахмет, бәрі түсінікті болды. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Гүлнар Жалиловна, Сабира Санна. Аха, саламатсыздар. Саламатсыздар ма? Біз аяқтадық. Көп бүгінгі семинарыңыз үшін. Бүгін өте познавательный сабақ өтті. Барлықтарыңыз осы сабақты өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданасыздар деген үміттеміз. Ертең сағат 3-те тағы да кездесеміз сіздермен. Ол кездегі тақырыбымыз Кетек колледжіндегі Ерасыл Мамырбектің сіздермен өтеді сабағын, семинарын. Ал енді бүгінгі болған записті біз өзіміздің YouTube каналымызға жүктейміз. Сол жүктелген ссылканы әдіскерлер чатына жіберіп, қайтадан осы сабақты көрсеңіздер болады, қайта-қайта. Менде бір сұрақ, бұл қанша уақыт сақталып тұрады сабақ? YouTube каналымызда біздің сақталып тұра береді. Бізге Горметод кабинеттің YouTube каналына подписация етсеңіздер, кез келген мартта жасалған біздің сабақтарымыз бар, обучающий семинарларымыз бар. Соның бәрі әлі де сақталып тұр. Соны қайта-қайта ашып көре бере аласыздар. Рахмет. YouTube каналының страницасы бар ма? Қандай YouTube каналымыз Горметод кабинет деп аталады, город Алматы. Біз әдіскерлер чатына ссылкасын жіберіп отырмыз. Уже 2 сабағымыздың ссылкасын жібергенбіз. Сол кезде кірген кезде YouTube каналға подписация десеңіздер, біздің каналымызға подписация етіп алатын едіңіздер. Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ, өте үлкен рахмет. Әсем Аманжолқызы керемет түсіндірді. Талдап, жіліктеп. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет, сұрағымыз жоқ. Жақсы семинарлар өтті. Көп рахмет. Әріптестер, тыңдаңыздар. Міне мен экранымды өшірейін. Сіздер қараңыздар, сол эмблема шығады біздің YouTube каналымызда. Міне, көріп тұрсыздар ма? Кітапша әртүрлі түсті парақтарымен. Осы YouTube каналымызда барлық өткізіліп жатқан, осы былтырғы март айынан бастап дистанционныйға қашыққан, беріліп жатқан сабақтар бәрі осы жерде жүктелген. Біздің YouTube каналымызда. Осы жерден барлық өтіп жатқан сабақтарды алсаңыздар болады. Манжанна, көп рахмет сізге. Өте жеңіл, пайдалануға да жақсы екен. Жаңа арамызда үлкен кісілерде айтып жатыр ғой, пайдалана алмаймыз ба деп қорқыныш билеп жатыр ол кісілерді. Өзіңізде телефон номеріңізді бердіңіздер, сонымен хабарласып жасасаңыздар болады. Әсем Аманжанна әрдайым сіздерге көмекке дайын. Рахмет. Тағы да бір ақпарат айта кетейін. Соңғы жіберген YouTube канал чатта Горметод кабинеттің ссылкасы, соған кіріп жазылып алыңыздар. Күнделікті болып жатқан семинарлар осы жерде жарияланып тұр. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар барлығыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Тамаша түсіндірді бәрі.